Батыс Қазақстан облысындағы Берез бен Бестау ауылдары тұрғындарының жаңа мекенге көшкеніне 1 жыл толды. Осыған дейін хабарлағанымыздай, Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішінің санитарлық қорғаныс аумағының ұлғаюына байланысты ел үкіметі тұрғындарды көшіру туралы шешім қабылдаған еді. Елді мекенді көшіру шығындарын КПО компаниясы өз мойнына алды. Осылайша 2017 жылдың соңында 454 отбасы Ақсай қаласындағы жаңа үйлерге және қала іргесіндегі Аралтал ықшамауданындағы коттедждерге қоныс аударды. Тұрғындарды көшіру жұмыстары 2 кезеңмен жүргізілді. 2015 жылдың соңында Ақсайға әлеуметтік осал топтағы адамдар алдымен көшірілді. Зейнеткерлер мен мүгедектер болашақ тұрғын жайын өздері таңдады. Оларға Ақсай қаласының 4-ші және 5-ші ықшамаудандарындағы көпқабатты үйлерден пәтерлер берілді. Біздерді КПО және акимат осындай әдемі, жақсы үйге көшірді. Біз бірінші этаппенен келіп қалдық. Тұрған жеріміз жақсы. Өте ризамыз осындай үйді алғанымызға. Енді біз жаңа орынға көшіп келгенменен осында жақсы мекемелерде әркім әртүрлі жерде жұмыс жасап жатыр. Өзім қазір 6-шы балабақшада жұмыс жасаймын. Өте жақсы барған жеріміз, ұжымымыз жақсы. Көп рахмет. Өте ризамыз осындай үйге көшіп келгенімізге. 2017 жылы көшіру жұмыстарының 2-ші кезеңінде Берез бен Бестау тұрғындары түгелде жаңа мекенге қоныс ауыстырды. Олар Ақсайдан 5 шақырым жердегі Аралтал ықшамауданындағы жеке үйлерде, әлде қаланың өзіндегі Қарашығанақ 1 ықшамауданындағы 9 қабатты көпқабатты үйлердің қайсысында тұрғысы келетінін өздері таңдады. Сонымен қатар ауыл тұрғындарына Берез немесе Бестаудағы баспанасы үшін ақшалай өтемақы да берілді. КПО компаниясы азаматтарды көшірумен шектелмек, олардың жағдайын ұдайы бақылап отырады. Осылайша көшірілген тұрғындардың арыз-шағымын қарау қағидасы да жасақталды. Осы қағидаға сай Аралтал мен Ақсай тұрғындары халықпен жұмыс жүргізетін мамандарға өз өтініштерін тікелей жеткізе алады. В рамках процедуры обращения Аралтал ықшамауданы тұрғындары КПО-ға берген өтініштерінде жер өңдеу үшін құнарлы топырақ керектігін айтты. КПО басшылығы азаматтардың бұл өтініштеріне құлақ асып, әрбір үйді құнарлы топырақпен қамтамасыз етті. Аралталда жеке жер телімі бар 100 үй салынды. 3 бөлмелі 50 үйдің аумағы 95 шаршы метр, ал 4 бөлмелі 50 үйдің ауданы 105 шаршы метр. Жер үйде тұрып, жеке шаруашылықпен айналысқысы келетін отбасылар Аралталға көшкенді қалапты. Хочу поблагодарить. Қартайған шағымызда КПО компаниясы басшылығының бізге жасаған қамқорлығына рахмет айтқым келеді. Салған үйлері әдемі әрі жылы, бүкіл керегі ішінде, жер телімі де көлемді. Мы уже год живем в Аралтале. Здесь за год у нас родилось 2 детей. Аралталда тұрғанымызға 1 жыл болды. 2 балам осында дүниеге келді. Өмірдің жаңа кезеңін бастаған осы жерге біртіндеп бой үйретіп жатырмыз. Монша мен гараж салып алдық. Биыл бау-бақшамызды баптап бастадық. КПО компаниясы құнарлы топырақты берген үшін Аралтал тұрғындарының атынан алғыс айтамын. Басында көңілімізден алаңдаушылық кетпей, уайымға батқанымыз рас. Қар жауған кезде үйдің шатыры біраз әуреге салды. Бірақ биыл жазда кемшіліктердің бәрін жөндеп, ретке келтіріп берді. Тұрғындар жаңа қонысқа көшкелі бері 1 жыл өтті. Мұндағы адамдардың мәселесі біртіндеп шешіліп жатыр. Жаңа мекенге көңілі толатынын айтқан олар, ауласында құрылыс бастап, бақша өсіруге кіріскен. Арасында құс өсірумен айналысатындар да бар. Биыл күзде бақшалары көп өнім берді. Осылайша жаңа мекендегі күнделікті тірлік жалғасып жатыр.